никогда ешқашан ананы қинау керек. Әрбір қазақ ей деген сайын оған неприятно вообще неприятно өмір сүрген, оған бір неприятно өмір сүрген керек. Өзінің Боратына айтады, ей бауырым бергіші. Слышь, мысалға Боратқа қарсы ешнәрсе таба алмай жатыр ғой. Бәрі ізденіп жатыр қазір. Заңгерлер, жаңа кеше сыртқы істер министрлігі таппайды. Сыртқы министрлік жазады, енді әшейін жаза салды енді бір нәрсе. Біз оларға әшейін істемаймыз, ол демократия, Америка деп. Адресант жоқ. Адресант жоқ, кім соттаймыз деген. Бар ғой соттайтын. Мықты юристерді тапса, бір несін табуға болады. Мысалға, андай бар ғой, бір заңда менің намысыма тиді деген осы жағдайды. Моральный ущерб деген бар. Ущемление чувств. Бар ғой. Соған баса берсе болады ғой. Жарайды оны ұтпасақ та ол сотты. Ананы қинау керек қой, сотқа шақыра беріп, кино түсіруге уақыты болмасын, ақшасы қалмасын деп. Сотқа шақырған сайын, соттың жанында қазақтар жиналады ғой. Ты опасный человек, с тобой надо дружить. Жоқ, опасный болғанда енді шамалы қинау керек қой. Сотқа шақырады ол, келу керек қой. Сотқа келген кезде әрбір қазақ ей деген сайын оған неприятно вообще неприятно өмір сүрген, оған бір неприятно өмір сүрген керек қой, хотя бы бір елге тиіскен адам. Жарайды сотпен оталмайды, бірақ шамалы қинау керек. Неприятно өмір сүру керек. Онда тағы бір екінші ой, мысалы, ол қай елдің азаматы? Британия. Ұлыбританияның азаматы. Ұлыбританияның үкіметі оған тиісе алмайды да. Ұлыбританияның мемлекеті оған тиісе алмайды. Енді демократия, ол комедиан не істесе сол істей алады. Олай болмайды. Жоқ, олай болады. Соттай алмайсыңдар деп отыр ғой енді. Онда басқаша жасайық. Бізде Ұлыбританияның қандай мысалға заты бар Қазақстанда сатылып жатқан? Атын айтып берші, мысалға бір шай ма бір нәрсе. Бүкіл қазақтар келсек, Ұлыбританияның ол компанияның Боратқа ешқандай қатысы жоқ шығар. Просто ала саламыз сол товарды. Мына товарды бүкіл ел болып алмаймыз. Никогда, ешқашан. British Tobacco деген компания. Мысалы, British Tobacco тем более жақсы, темекі шегу зиян деп, қазір біреулер не алмасын. Біздің бизнес құртыватсын. Пожалуйста, не переживай. Енді жалпы бір брендтерді айтпай қойын, бірақ бір ағылшын бір брендін алып, Қазақстандан ақша тауып отқан. Соны алайық та алмай қойайық. Санкции, да? Бір өзіміз кішігірім. Ну, народный, сам народ так решил. Кішкентай санкция да, алмаймыз деген. Сөйтіп бүкіл 16 миллион адам жаңа тауарда, Қазақстанда тауарды алмайды, Англиядан келген. Олар $100 миллион жоғалтады биыл, ендігі жылы $300 миллион жоғалтады, $400 миллион жоғалтады. Сосын ана өзінің Боратына айтады, ей бауырым бергіші. Комедияның кесірінен біздің бизнесіміз өтпей жатыр, сен не түсіріп жатсың? Біздің халқымыз зардап шегеді. Я думаю, это не только в Казахстане, у нас поддерживают наши братские народы. Түркияда да алмай қойды, мысалы. В Турции запретили тоже показ фильма? Түркияда кеше Ердоған шықты дейді, білмеймін, рас па түркі, бірақ айтты дейді, осындай Борат киносын Түркия елі көрмейді деп. Өйткені біздің бауыр еліміз Қазақстанда осындай түсірді деп, иә. Мысалы Түркияда Инстаграмнан шашып жіберіп ол айтып, қолданыңыздаршы, мына осы тауарды, Англияның тауарын Түркияда да алмай. Сосын Әзербайжанды алмай, Татарстан алмай, Башкирия алмай, бір қателеспесем 300 миллион халық сол тауарды қолданбайды. Сосын бүйтіп олар кешірім сұрайды, сосын Англияның жаңа компаниясы үлкен. Бұл біз Боратпен сөйлестік, ол енді кино түсірмейді дейді ғой. Біз айтамыз, уже түсіріп қойды ғой. Уже бізге ауып тиді ғой. Біз ешқашан алмаймыз. Бізбен келісе алмайсыңдар. Әр халықпен сен үйіне келіп келісе алмайды, мен уже алмаймын. Маған неприятно ол зат. Ана зат Англияның затына алмаймын. Солай кішкентай акция жасасақ, Англияның, Лондонның өзі үлкен бір бизнесмендер бар ғой. Бізге айтпайды, не болды деп айтпайды. Боратқа тиіседі. Сен неге үлкен бизнесті қиратып жатсың? Ол бизнестің арқасында Англияда бір пенсионерлердің ақшасын төлеп жатқан шығар олар. Білмеймін енді. Бір үлкен социальный нені құртып жатыр олар. Жаңағы Борат деген.